Сенен коллекторлар көлікті қалай алып қойды? Менен коллекторлар звондап, Аха. 4 ай 5 ай төлемедім. И сосын арадан бір уақыт өтті. Таңертең маған Звондады, иә, олар? Иә, олар звондап, маған айтады. Егер сіз көлікті бүгін алып келіп бермесеңіз, сізді полицияға хабарлаймыз, то что көлік угонда деп, иә? Ар жазамыз деп тұр ғой сонда. Сосын мен енді амал жоқтан, оны шоу шығандықтан, ондай нәрсе болмасын деп, сонымен апарып берген. Өзің апарып бердің? Өзім апарып бердім, иә, таңертең апарып бердім. Енді осындай жағдайлар көп адамдарда болып жатыр, сөйтіп хабарласады да, олар айтады, осылай полицияға береміз, полициямен алып кетеміз, угонға деп айтамыз, сосын сен алаяқ боласың, ақшаны қайтармас, сондай деп айтады. Оның бәрі өтірік. Біріншіден көлік сенің атыңда, иә? Иә, менің атымда, иә. Угонға тек қана сен ғана заявлять ете аласың оны. Басқа ешкім емес, олар меншік иесі емес, олар только залогодержатель. Екеулерінің арасында келісімшарт жасалады. Сенің олардан алған кредитіңді обеспечить етіп тұрсың, көлікпен қамтамасыз ету дейді. Көлікті оларға беруге сен міндетті емессің, жауапты емессің, бермей айдап жүре беруге болады. Олар ол көлікті тек қана бір құжаттың ғана негізінде ала алады. Сот орындаушының қаулысымен немесе соттың шешімімен. Болды, басқа жағдайда өздері келіп ала алмайды. Полициямен кейде келетін кездер болады, бізде ондай оқиға болды полициямен. Полицияға айттық біз звондап. Сөйлестік ана. Полиция сен не қылып жүрсің? Сенің міндетіңе жаңа кредитпен ақша өндіру кіре ма? Автокредит қайтару кіре ма? Жоқ, кірмейді. Саған сондай тапсырма берілген ба? Жоқ. Онда не қылып жүрсің бұл жерден? Бұл жерден кетуің керексің. Сенің орның бұл жерде тек қана қауіпсіз қамтамасыз ету, басқа дым емес. Адамға сөйтіп айтып түсінеді, ана полицияда сөйтіп кетіп қалды. Негізі шынымен де әкеліп қорқытады кейде. Кейбір полицейскийлер білмейді, өздерін соған барып қояды. Оларға өтірік комитеттен болып біреулер хабар. Ондай ситуацияда болды. Бір полицейскийге комитеттен звондап, осындай жігіттер барады, коллекторлар соның машинасын алып беру керек, сен соған көмектес деп. Оған комитеттен хабарласқан. Қандай комитет? Кәне нөмір. Сөйтсек жаңа комитет, өтірік комитет, түсіндің ба? Сондайлар. Көлікті бермеу керек. Жалпы енді адамдарға да айтатыным ғой енді. Көлікті бермеу керек. Енді бұл жағдайда сен егер көлікті бермегенде не істей алатын ең? Көлікті сата алатын ең өзің. Сатып, адам тауып ше, сатасың. Сосын барып кредитті төлеп, аресттен шығарып, көлікті аударып берсең ана адамға. Бітті сөйтіп 0-ден 0 болып шығатын ең. Енді қазір сен минусқа кіресің, олар әлдеқайда төмен бағаға сатады, сені қарыз қылып қояды. Иә, осы қазір мен машинамды алып тартып алғаннан кейін, олар менің көлігімді 2.250.000-ға бағалайды да. Иә, анан қара. Негізінде мен ол көлікті 3.800.000 деп алдым. Еще банктың үстінен қойған несі, ол ойдағыдай 4.300.000 болды. Оны мысалы үшін мен 7 жылға алған болсам, 8 миллион қаншам төлеуім керекпін. Кейде сөйтіп алып кетуге жұмыс істеп жатады, олардікі дұрыс емес. Полицияда түсінбейді. Егер полиция келетін болса, осындай жағдайда шынымен де келіп, эвакуатормен алып кетіп жатса, жаңағындай коллекторлар келіп, өте олар сондай дөрекі әрекеттер жасайды. Ондай кезде мынаны білу керек, полицияны шақыру керек бірден. Мына мүлік менікі. Мыналардікі емес. Залогты тұр дейді ғой, обеспечен. Олар айтуы мүмкін. Соттың шешімі қаяқта онда, осыны көлікті алып қоюға байланысты. Сот орындаушы қаяқта, жоқ па, көлік менікі. Мыналар угонять етіп жатыр, или самоуправство деген бар. Сонымен айналысып жатыр, сол бойынша іс қозғаңдар деп айту керек бірден. Сөйтіп қорғану керек, сол кезде зып беріп қашып кетеді. Келесі жол. Кімге банкеде ескерттім, жақсы апа. Банкеде ескерттім. Осы менің көлігім, менің наным дедім да. Осы арқылы мен нан. Қайта сендерге менің көлікті мініп жүргенім жақсы, сенің кредиттерің жабам. Дұрыс қой. Солай неттім. Олар маған неткен жоқ, шанс берген жоқ. Бермейді олар. Сондықтан кейін амал жоқта мен көлікті апарып тапсырып бердім. Бірақ оның мен мысалы үшін мен көлікті де жөндедім, неттім. Қанша шығын? 1,5 миллион ақша салдым сол көлікке. И соны 2.100.000 қылып тұр қазір осы сатуға, иә? Иә, айтатын. Енді сонымен кешенде барған едім. Барған кезінде айттым мен мысалы үшін көлікті маған бересіз бе деген едім. Мысалы үшін егер мен банкротство, мен шындықты айттым да бар. Мен мысалы үшін көлікті алсам, маған банкротство бересіз болады ма деген едім. Иә, болады, бірақ көлік сізге берілмейді деп нетті. Көлік берілмейді. Ертең банкрот болған күнде де көлікті олар алып қоюы мүмкін. И соттың шешімі шыққаннан кейін ғана сіздер несі тоқтатылады деді. Қазір сізде қазір ай сайын несі төлейді. Пенясы ма? Пенясы жүріп отыр дейді. Басты қатырмай ақ қой. Оларға енді ешқандай ақша төлеме. Сотқа берген күт, сотқа берген кезде бізге хабарлас. Жаңа пенясын бәрін азайтуға болады. Сосын олар қазір олар өтірік пеня қоса беруі мүмкін. Жаңа қоса береді ғой күн сайын. Ол белгілі бір уақытта тоқтайды ол негізінде. Сондай талаптар енді бұл залоговый кредит, онда тоқтай қоймайды. Бірақ ана сотқа барам дегенше олар үлкен қылып өсіре алмайды. Өсірсе де азайтуға болады.